Маңғыстау мұнайшылардың алдына келіп, олардың талабын тыңдап орындаудың орнына, ол Ноғаевқа барып, одан сайын қудалауды күшейтуді бұйрық еткен екен. Себебі дәл Тоқаев келгеннен кейін мұнайшылар айтады, бізде қудалау одан сайын күшейе түсті. Ереуілде тұрған мұнайшылардың бәрін жаңағыда жауып жатыр, қудалап жатыр, қорқытып жатыр. Оның үстіне оларға былай айтыпты: сіздердің үстілеріңізге арызданды, бұл ереуіл біздің өмірімізге қауіп төндіріп тұр деп, сондай бір арыз жазған екен. Кім екендігі белгісіз, анонимді. Міне, көрдіңіздер ме? Бұл биліктің тактикасы. Ереуілге шыққан адамдардың аузын жабу, өшіру, осылайша қудалау. Құрметті Маңғыстау халқы, өздеріңізді біртіндеп қудалауға жол бермеңіздер. Оппозициялық Алға Қазақстан партиясына қосылыңыздар. Біздің партияда экономикалық бағдарлама бар. Ол бағдарламада былай делінген: барлық жұмысшыларға, сонымен қатар жекеменшік жұмыс орындарындағы жұмысшылардың айлығы кем дегенде 50%-дан 300%-ға көтеріледі деген. Ол бағдарлама жүзеге асу үшін біз өзіміздің партиямызды бірінші тіркелуден өткізу керекпіз. Ал бірінші тіркелуден өту үшін бізге халықтың қолдауы қажет. Әрбір әділет басқармасының алдында кем дегенде 200-300 шақты қолдаушылар болып тұру керек. Астана, Алматы ірі қалаларда кем дегенде 1000 шақты адам біз тіріміз, Алға Қазақстан партиясы тіркелсін деп тұру керек. Құжат тапсырған күні. Біз 14 наурыз күні кездесу мерекесіне, көрісу мерекесіне орай құжат тапсырамыз. Сіздерді, барша мұнайшыларды, Маңғыстау халқын осы мерекеге орай көрісіп, құжат тапсырып, тағы да Алға Қазақстан партиясын қолдауға шақырамын. Тек қана бір мүмкіндік, бір үміт бар: оппозициялық партияны тіркеу. Осылай ғана өзгеріске қол жеткіземіз. Алға Маңғыстау, Алға Қазақстан. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, мен Шәкизат Жалғасқызы, Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде 06.03.2024 жылы, яғни наурыз айының 6 күні сағат кешкі 19:00 шамасында Анашым Тұрлыбекова Сандуғашты полиция қызметкерлері қол қайырып 3 сағат үйде қинап, үйді тінтіп, 2 сіңілім мен інімді сыртқа шығарып жібергеніне байланысты сізге видео үндеу жолдаймын. Анамның қолын қайырып, аудандық полиция бөлімшесіне себепсіз, ескертусіз, түсіндірмей, ешқандай түсініктемесіз, адвокатсыз да адвокатты күтпей алып кеткен. Солай мен болған оқиғаны естіп ауылға бардым. Далада тұрған 2 сіңілім мен інімді және мені нағашы ағам келіп үйден алып кетті. Біз барғанда анамды кетіп алған. Сонда полиция қызметкерлерін 18 жасқа толмаған менің 3 бауырымның жағдайы алаңдатпады ма? Бұл Қазақстан Республикасы заңында қаншалықты рұқсат етілген? Туған туыстары, адвокатқа да хабар берілмей, ешкімге айтпай күштеп қинап алып кету қаншалықты орынды? Заң бұндай әрекетке жол береді ме? Менің анамды, яғни Тұрлыбекова Сандуғашты босатуыңызды өтініп сұраймын. Анам босатылсын. Анамыз босатылсын. Қазақстанның оңтүстігіне Ресей Федерациясы мектептер салады. Бұл ресми ақпар. Бірақ Ресей мамандарды оның алдында өзіміз алып келеміз деп еді. Орыс тілі пәнінің мұғалімдерін енді онысынан айынып, жергілікті Қазақстанның орыс тілінен беретін мұғалімдер қамтылатын болды. Өздеріңіз білесіздер, бұған дейін қос елдің басшылары Қазақстанның оңтүстігіне Ресей Федерациясы мектептерінің салу жөнінде келіскен болатын, және соңына қарай енді бүкіл сайттарынан өшіріп, оны теріс ақпарат екенін айтып, Ресей ақталып жатыр. Қазір Ресей Федерациясы бірақ мектептерді салады. Қазақстанның оңтүстігіне Шымкент, Түркістан, Тараз, Қызылорда аймақтарға, бірақ ол Қазақстанның программасымен оқытылады, Қазақстанның мұғалімдері болады, мектептердің барлығы қазақша болады. Тек қана Ресей мектеп салып береді. Тәте, сіздің жағдайыңыз жақсы шығар, біздің жағдайымыз нашар да, сол бетте тұрмыз осы жерде. Жетіскенімізден тұрған жоқ біз неге? Білмеймін, жағдайыңыз жақсы болса айналып анкетте жолда жүре беріңіз. Біздің жағдайымыз нашар. Жолды ашыңыздар.
келгенде бізге бош жерге келсін, біз аша алмай тұрмыз. Өйткені ешкім біздің халықтың жағдайымен санаспайды ешкім. Біздің үйде бала шағамыз жылап жатыр. Светіміз 50-60 мың төлеп жатырмыз. Суымыз бұлай су ішіп жатырмыз. Жолымыз шұқыр тесікпен жүріп жатырмыз. Жоқ, осы жерде тұрамыз. Аяғымыз ауыр келе ма неме? Сіз немде келесіз? Танымаймыз біз. Бірінші рет көріп тұрады, сіздер ренжімеңіздер соған. Жасымызды бір-бірімізді сізді білетіндер бар, білмейтіндер бар. Осы ауданның әкімі міне. Осы бәрімізді ғой. Бәрімізді, иә? Ұйымдастырушылар бар. Бәріміз. Чатқа жазған адамдарды түгел жүзеге выяснять келді. Жақсы. Енді Не үшін сонымен таңғалып тұрмыз ол? жетіскенімізден шығып отырмыз бар. Не болды? Басқағыны бәрі жұмыста. Акимат күнде жұмыста. 5 жыл болды. Сіз жасап көрдіңіз солай, мінген халық қалай көтеріледі екен, вообще көтеріледі түсінесіз. Халыққа байнар жасап берейін деп тұрсыздар ма? Жаңа өзіңізге байна керек. Заң бұзушылық болды. Заңды бұздыңыздар. Үкімет емес, АЖК бір көтерді, жылда бір көтерді. Ол көтеріп отқан ол АЖК, біз емес ол. Біздің сол кезде көстік біз. Ол көсқанымыз біз ол. Обслуживание бар, жасырмады. Қанша рет жасырмады, атылды, жарылды. Бір тиын жинатып па адамнан? Бір жинаған жоқпыз ғой. Қалай біз жинаймыз? Атылған да жоқ қой, қашан атылды? Қашан атылды? Басқалар да жинайды. Ескі кішкентай алфырма. Тоқтаңыз, мен сен тағы да айтайын. Жол жақ дедік. Нормально сіздерге қойсаңдар, атылмайтын деп жанылмайды. Нормально тұр, аға, сөйтіп айтпаңыз нормально. Бір тиіп пайдасы болмаса сендер оны аяқта күтіп тастайды енді. Конечно, түсінейін деген. Ой, бірдей пайда болды, зарплат шықты өзі қолды. Қандай пайда жоқ? Осынша ақша жинаған. Соның бәрін отчетін бұл кісі берсін. Қаяққа кетті, жиналған ақшаның общий суммасы арқылы өтеткені ремонтына қанша, тарбытын фондары қанша, тағында түгел шығарып бересіз, әлемде халыққа отчет береміз. Артылған ақша толық болса, халыққа қайтарып немесе жолды бәрі жасап председатель айтты ғой, ар жақ қарай біз ақша бөліп жол жасадық, линия тарттық. Енді мен үйдің алып кеттім. 18 күні бар, алдымыз жау отыр. Енді міне халық көтеріліп қайта ешқандай бізге документ жүзінде көрсет. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Маңғыстаудан, атым Нұрлан. Менің айтайын тұрғаным мына не ғой. Мандаттарын қайтарып ала, жұмыс жасамаған депутаттардың мандаттарын қайтарып алатын кез келді. 20 март күні, бір жылдан бір күн асады. Сол жөнінде жаңа Маңғыстау облыстық сайлау комиссиясының төрағасымен сөйлестім. Бұл ауданда тұратындар ауданына барып шешіледі сұрақ. Қалада тұратын Ақтау қаласының қалалық сайлау комиссиясына бару керек. Солай заңдар солай екен. Сондықтан мына біздің Маңғыстауда, енді Қазақстан бойынша аудандарда бәріне қатысы бар зат қой негізі. Мен Маңғыстауда тұрғасын Маңғыстау жайлы айтайын. Мына Бейнеу бар, Қарақия, Түпқараған деген сияқты аудандар өздерінің ауылдарында не бар, аудандарында сайлау комиссиясы бар. Так, сол арқылы шешеді манағы елдерін. Арызын жазады, қол жинайды, алып тастайды, мандаттарын қайтарып алып, қайтадан сосын ұйымдастырады. Ауылда жұмыс жасайтын жастарды қою керек, жұмыс жасайтын. Мынандай директор, бизнесмендер өйтіп қылып отыра береді дегенді қою керек ондайды. Сол үшін айтайын дегенім, жаңа кіріп шықтым Маңғыстау облыстық сайлау комиссиясының төрағасына. Солай деп түсіндірді заңдылығы. Жақсы. Сізді біз түсініп отырдық та, сіз қазір халықты еңбек және халықты әлеуметтік қамту министрі болып сөйлеп отырсыз. Сіз қазынайбаздың кәдімгідей соны қорғап, кәдімгідей соны қарағанын бізге солай көрініп отырмыз. Бізге солай көрініп. Сіздің министрлікте халықтың әлеуметтік жағдайын қамту ол міндетті солай емес. Сіз оны қамтып отқан жоқсыз. Сіз мына жердегі коммерсанттардың, бизнесмендердің солардың жағында отырып сөйлеп отырсыз да. Заң бойынша. Тоқтай тұрсыз. Кешіресіз, заңда жоқ.
байлар байи берсін, кедейге құдай берсін дейтін заң бар ма? Сіздің міндетіңіз, министрліктің міндеті бар ғой. Сіз ол міндетті қазір айтып отырғанда, ол міндетті жағынан сөйлеп отқан жоқсыз. Сіз олигархтардың сөзін сөйлеп отырсыз да.